Армысыздар, ұлт өміріндегі өзекті мәселелер мен толғақты түйіндерді тіліне тиек ететін Көкейтесті каналының оқырмандары, биыл қазақ тарихындағы аса маңызды жиналыс қазақ білімпаздарының тұңғыш съезі ашылғанына 100 жыл толды. Атап айтқанда, сол кездегі халық ағарту комиссариатының ұйымдастыруымен 1924 жылы 12 маусымнан 18 маусымға дейін Орынбардағы ағарту қызметкерлерінің үйінде қазақ білімпаздарының тұңғыш съезі өтті. Аталуы қазақ білімпаздарының тұңғыш съезі деп аталғанымен, бұл жалпы түркі тілдес халықтардың мәдениетінде, тіл жазу әдебиетінде аса маңызды мән алатын жиналыс болды. Жиналысқа айырғалпақты қырғыз ағайындар да қатысты. Осы жиналысты басқарып жүргізген Нұғман Зәлиұлы сөз басында қазақ болғалы дәл осындай жиналыс өткен жоқ болатын деп сөз бастаған. Біз содан бергі 100 жылдан бергі уақытты шолып қарап, қазақ болғаннан бері қазірге дейінде сондай маңызды мәселелерді тілге тиек еткен жиналыс болған жоқ деп айтсақ та қателеспейтін секілдіміз. Жалпы 7 күнге созылған жиналысқа Ахмет Байтұрсынұлы, Әлихан Бөкейхан, Нұғман Зәлиұлы, Міржақып Дулатов, Нәзір Төреғұлов сияқты алаш қайраткерлерінің, небір сен тұр мен атайын дейтін мықты тұлғалары қатысты. 7 күндік жиналыста маңызды 6 үлкен мәселе талқыланды. Жазу ережелері, әліпби мәселесі, ауыз әдебиетін жию мәселесі, оқу ағарту, бастауыш мектеп оқулықтарын құрастыру және оқыту мәселелері сынды 6 түрлі мәселе жиналыстың күн тәртібінде қаралды. Осы 7 күндік жиналыстың 4 күні негізінен қазақтың тіл мәселесіне, әліпби мәселесіне, жазу мәселесіне арналды. Жалпы бұл жиналыстың өте маңызды болғаны сондай, таңертеңнен қара кешке дейін, тіпті түн ортасына дейін талқылаған, әр күні әрбір тақырып бойынша маңызды баяндамалар жасалып отырған, баяндамадан кейін оған қарсы уәж айтатын адамдар өзінің пікірін айтқан, одан кейін ғылыми талқы жүргізген. Жалпы бұл съез туралы материал 1925 жылы қазақ білімпаздарының тұңғыш съезі деген тақырыппен кітап болып шыққан болатын. Біз сол кітапты парақтап отырып, сол кездегі біздің мамандардың ғылыми жиналыс өткізудегі мәдениетінің аса жоғары екенін байқап бағамдай білдік. Өте өзекті мәселелерді талқылап, өздерінің ойларын дәйекті, шынайы түрде қойған. Ал оған қарсы уәж айтатындар ұлттық мүдде тұрғысынан уәждерін айтып, ортақ пікір талас жүргізіп, соңында бір пәтуаға келген. Ешқашан қазіргі сияқты бұра тартып, өзінің руына кетіп, немесе өзінің істеген еңбегін айтып, көп сөзді айтып көпірмеген. Нақ қазақ ұлтының тағдырына, болашағына қатысты мәселелерді тайға таңба басқандай отырып талқылағанын көріп, сол кездегі біздің алаш қайраткерлерінің жиналыс өткізудегі мәдениетінің қаншама жоғары екенін байқайсың. Осы жиналыста талқыланған мәселелер 100 жыл бойы өзекті болып келді. Бір қызығы, сол жиналыста қазақ білімпаздары бір пәтуаға келіп, осыдан былай бұл мәселе осылай атқарылсын, осылай шешілсін деп шешімін айтып кеткен мәселелер қазірге дейін шешімін таппай келеді. Мәселен, у мен и дауысты дыбыс па, дауыссыз дыбыс па деген мәселе сол съезде арнаулы түрде талқыланып, бұл қазақ тілінің заңдылығы бойынша у мен и дауыссыз дыбыс деген пәтуаға келіп тоқтаған болатын. Сонымен қатар қазақ грамматикасының ең іргелі заңы, қазақ фонетикасына бағына отырып сөз жасау, атау жасау, барлық грамматикалық заңдылықтарды осы іргелі заңға бағындыру жөнінде пәтуа айтқан болатын. Жиынның ең соңында Әлихан Бөкейханов сөз алып,
біз кісі есімдерінде қазақша атауымыз керек. Сондықтан орыстың оп, еп, ева, овасынан құтылуымыз керек. Бүгіннен бастап біз ұлы деп атайық деп. Өзінің атын Әлихан Бөкейханұлы деп жазған. Бұған Ахмет Байтұрсынұлы да келісіп, бұрын Ахмет Байтұрсынов деп жазып жүрген ахаң да Ахмет Байтұрсынұлы деп жазған. Міне сол күннен бастап қазақ білімпаздары Ахмет Байтұрсынұлы, Әлихан Бөкейханұлы, Нәзір Төреғұлұлы деп жазуға, пәтуаға келісіп, сол күннен бастап хатқа солай түсірген еді. Өкінішке орай біз қазір Ахмет Байтұрсынов, Әлихан Бөкейханов, Нәзір Төреғұлов деп сол алаш ардақтыларының аруақтарына шет жұмыс жасап жүрміз. Яғни өздері пәтуалап, осылай істейік деп, қазақ ұлтына жақындай түсейік, кісі есімдерінде қазақ ұлтының менталитетіне жақын жазайық деп шешіп кеткен мәселесін бұрып, қайтадан обепті жалғап жүрміз. Қазірдің өзінде осы мәселе шешілмей келеді. Мәселен, қазір Қазақстанда алдымен фамилиясын айту, онан соң атын, онан кейін әкесінің атын айту үрдісі әлі үзілген жоқ. Есесіне әлі салтанат құрып тұр. 1996 жылы сол кездегі еліміздің тұңғыш президенті Назарбаев қазақ кісі есімдерін қазақ ұлтының жазу заңдылығына сай бейімдеп жазайық деген жарлық шығарғанымен, әлі де көп қазақ оп-ептен айырылғысы келмейді. Бұл шын мәнінде қазақ ұлтының өзінің дәстүрлі ат тергеу, ат қою, атын шақыру мәселесіне жасалған үлкен қиянат еді. Мәселен, бұрын қазақтың келіндері аталарының атын атамайтын. Ал қазір біздің туу туралы куәлігімізде бірінші орында тегі деген жерде фамилиясы тұр. Сосында емханаға бар, мектепке бар, алдымен ол адамның фамилиясы шақырылады. Сонда біздің келіндеріміз, жеңгелеріміз, әйелдеріміз атасының атын атауға мәжбүр болады. Өкінішке орай біз содан құтылудың жолын әлі күнге дейін іздестірмей келеміз. Мәселен, менің әкемнің аты Үсемхан, өзімнің атым Қалиакбар. Баламның туу туралы куәлігінде бірінші орында тегі, яғни фамилиясында Үсемхан деген ат тұр. Емханаға барсақ, баламызды Үсемхан деп шақырады. Өкінішке орай біз осыны көтеріп, туу туралы куәлігімізге дейін қазақшалайық. Бірінші орында адамның аты жазылсын, екінші орында әкесінің аты жазылсын, одан кейін тегі немесе сойы жазылсын деп жоғарғы жақтағы билікке ұқтыра алмай келеміз. Бірақ осы мәселені 100 жыл бұрын алаш қайраткерлері шешіп, қазақ білімпаздарының тұңғыш съезінде айтып кеткен еді. Өкінішке орай біз сол 100 жыл бұрынғы жиналыста шешілген мәселені әлі шеше алмай келеміз. Әрине, биылғы жыл жөнінен алғанда да бұл аса маңызды мәселе болуға тиіс еді. Қазақ білімпаздарының тұңғыш реткі съезінің 100 жылдығын мемлекеттік деңгейде ерекше салтанатпен атап өту керек еді. Өкінішке орай міне сол съез ашылған 12 маусымға 3-4 күн ғана қалды, мемлекет жағынан қырфулы қимылдар байқалмайды. Біз осы бір айтулы дата ескерусіз қалмасын деп Астана ақшамы газетінде арнаулы мақалалар ұйымдастырдық осыдан 3-4 ай бұрын. Мәселен, осы қазақ білімпаздарының тұңғыш съезін зерттеп, осындағы материалды кітап етіп шығарған біздің ғалымымыз Шерубай Құрманбайұлын арнаулы сұхбатқа шақырып, осы қазақ білімпаздарының тұңғыш съезі туралы сөз сөйлеттік. Одан кейін осы қазақ білімпаздарының жиналысында көтерілген мәселелерді зерттеп жүрген мамандарға хабарласып, арнаулы мақалалар шығардық. Осыдан кейін қоғамда аздап аңыс қозғалды, ояну болды. Кейбір ғылыми орталықтарда қазақ білімпаздарының тұңғыш съезі жөнінде шағын ғылыми жиналыстар ашылды. Бұған да тәуба. Дегенмен, биылғы қазақ білімпаздарының тұңғыш съезін мемлекеттік деңгейде атап өту керек еді. Әсіресе Атырауда өткен ұлттық құрылтайда ел президенті осы тақырыпқа арнайы тоқталса, нұр үстіне нұр болар еді. Жалпы біз болашақ тарихымызды шегелеп, өз болашағымызды бекемдейміз десек, 100 жылдан бергі қазақ тарихындағы алаш қайраткерлерінің әрбір қадамына, жасап кеткен ісіне, дайындап кеткен жұмыстарына
біз үлкен құрметпен қарауымыз керек. Соған үңіліп, солардың салған сара жолын, алаш қайраткерлерінің идеясын мемлекетті нығайтудың негізгі тетігі етуіміз керек еді. Жалпы қазір алаш қайраткерлерін атауға шектеу жоқ болғанымен, тәуелсіз Қазақстанда алаш қайраткерлерінің идеясын, олардың ұстанған бағыт-бағдарын насихаттау ең жоғары деңгейде жүріп жатыр деп айта алмаймыз. Тіпті оны ескергісі келмейтін, ол осыдан 100 жыл бұрынғы өткен тарихтың еншісінде ғой деп мұрнын шүйіре қарайтын шенді шекпенділер де аз емес. Бірақ тарихқа тасассаң, ертең саған болашақ топырақ шашуы мүмкін. Біз қазақ өткенді айтпай келергі еске түспейді деген халықпыз. Сондықтан мынау алдағы 12 маусымнан 18 маусым аралығында алаш қайраткерлерінің, сол қазақ білімпаздарының тұңғыш съезі ашылған 100 жыл толған уақытқа орай біздің әрбір қазақтың зиялысы сол жиналыстағы мәселелерді бір рет болса да ой елегінен өткізіп, сол жиналыста қазақтың тілі, мәдениеті, әдебиеті, салт дәстүрі, ғұрпы, елдігі, мемлекеттік санасы жөнінде сөз қозғаған алаш қайраткерлеріне ерекше ілтипатпен, ұрпақтық ризалық сезіммен алғыс айтып, құран бағыштасақ артық болмайды. Біз бүгін Көкейтесті каналының кезекті санында сол жиналыс туралы сөз қозғап отыруымыздың бір себебі де осында. Өйткені тарихтағы маңызды жиналыс біздің есімізден еш өшпеуі керек. Тарихқа құрмет, ұлтқа құрметтің ең негізгі белгісі саналады. Қазірше айтарымыз осы. Ықыластарыңызға рахмет. Келесі кездескенше сау, саламат болыңыздар.